Дүниетану. Сабақтың тақырыбы жергілікті жерді бағдарлау. Оқу мақсаты тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтау. Қайталау жұмыстарына назар салайық. Сұрақтардың барлығын мұқият оқып, өз білгеніңше жауап бер. Жергілікті жерді бағдарлау. Бағдарлау дегеніміз бұл жергілікті жердің көкжиек тұстарын анықтау. Ал көкжиектің 4 тұсы болады: солтүстік, оңтүстік, батыс және шығыс. Көкжиектің 4 тұсын анықтау үшін күн ашық мезгілде сағат дәл 12-де далаға шық. Арқаңды күнге беріп тұр. Екі қолыңды екі қанатқа жай. Маңдай тұсың солтүстікті білдіреді. Артқы жағың оңтүстік болады. Сол қол жағың батыс, оң қол жағың шығыс тұсты көрсетеді. Міне солтүстік, оңтүстік, батыс және шығыс көкжиектің 4 тұсы деп аталады. Біздер батыс өңірінде өмір сүріп жатырмыз. Көкжиектің тұстарын тұсбағдармен анықтайды. Орысша компас деп атайды. Адамдар алысқа саяхатқа шыққанда компас алып шығады. Компасқа қарап, көкжиек тұстарын анықтайды. Оның 2 тілі болады. Компастың көк тілі солтүстікті көрсетеді. Оның қызыл тілі оңтүстікті көрсетеді. Спорттық тауарлар дүкендерінен компасты сатып алуға болады. Өзіңнің гаджетіңде де компас бар екен біле жүр. Ал егер далалықта компассыз адасып қалсақ не істеу керек? Ондай жағдайда табиғаттың құбылыстарына, өзгерістеріне назар аударуымыз керек. Тұрған жеріңнен ағаш көрсең, ағаштың діңіне мұқият зер сал. Ағаштың қабығын сыдырып қара. Ағаштың қабығының қалың беті солтүстікті көрсетеді, жұқа беті оңтүстікті көрсетеді. Сонымен қатар, өзің білетін құмырсқаның да үйлеуі саған көмек ете алады. Құмырсқаның үйлеуін көрсең, оның жайпақ тұсы оңтүстікті көрсететін, ал шошақ болған тұсы солтүстікті көрсететін біл. Тұрғаның жерінде кесілген түбіртек ағашты көрсең, оның сақинасына қара. Сақина дегеніміз түбіртектің бетіндегі айналма шеңберлер. Сол сақина шеңберлердің кең оралған тұсы оңтүстікті көрсетеді. Ал сақиналардың жиірек, азғантай оралған тұсы солтүстікті білдіреді. Түнгі аспанға жұлдыздар жымыңдаған сәтте дәл төбеңе қара. Бақырашқа ұқсас 7 жұлдыздан жиналған 7 қарақшы шоқжұлдызын көре аласың. Қатты жарқыраған жымыңдаған жұлдыз темірқазық деп аталады. Ол ылғида еш өзгеріссіз тек қана солтүстікті көрсетеді. Түнгі уақытта далада адасқан адамдар осы темірқазыққа қарап бағыт бағдар алған. Сонымен темірқазық солтүстікті көрсететін аспан әлеміндегі бірден-бір көмекшің. Міне, бұларды табиғи компастар деп айтуға да болады. Берілген суреттерге қарай отырып, тағы не айтуға болады? Көрейік. Орманда ағаштар бар, немесе тоғайда. Ал құмырсқа болса, ағаштың оңтүстігіне үйлеуін салады екен. Өсіп тұрған ағаштың
оңтүстігінде шөптер қалыңдау өседі. Ағаш түбіндегі қарға қарайық. Ағаштың оңтүстігіндегі қар еріген, ал солтүстігінде қар үймесімен жатыр. Төбелі жерлерде төбешіктің оңтүстігіндегі қар еріп кетеді де, солтүстігіндегі қар кейінге қалады. Міне, осындай табиғи белгілерге қарап, тұспағдарың жоқ болса да, оңтүстігіңді, солтүстігіңді, батысың мен шығысыңды анықтауыңа болады. Сонымен көкжиектің 4 тұсы бар екенін білдік.